Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде жаңа бөлім қоршаған ортаны қорғау деп аталады. Бұл бөлімде әртүрлі көңіл күйдегі музыка мен қоршаған ортаға қатысты тақырыптарды, ақпараттарды зерттеп, талқылауды, музыкалық шығармадағы көркем бейне және жанр түрлерін анықтауды, салыстыруды, тыңдалған музыкалық шығарманың әннің сипатын, мазмұнын, көркемдеуіш құралдарын анықтауды және салыстыруды, нота, канон және жеңіл түрде екі дауысты әндердің қарапайым үзінділерін орындауды, музыкадағы қоршаған ортаны қорғау туралы білім алып, оларды ажыратуды үйренесің. Бұл бөлімде келесі жаңа сөздермен танысатын боласың, менімен бірге қайтала. Балет, ән, кейіпкер, көрініс, реквием, терме. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арал тағдыры, ел тағдыры. Бүгінгі сабақта Арал теңізінің тарихына шолу жасап, арал тағдыры күйін тыңдайсың. Тарас Григорьевич Шевченконың шығармашылығымен танысасың. Аралдан ұшқан аққулар әнін үйренесің. Терме туралы анықтаманы ұғасың. Ұлтымыздың ұлы қайғысына айналған қасиетті аралдың қасіреті қазақ халқының ғана емес, ғаламдық дертке айналды. Жергілікті халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайына қоса денсаулығы да зардап шегіп, туған топырағынан амалсыз қоныс аудара бастады. Ғалымдар Арал теңізінің экологиялық дағдарысын кешегі Кеңестер одағындағы Чернобыль апатынан кейінгі екінші орынға қойып отыр. Теңіздің тартылған табанынан жыл сайын 75 миллион тонна тұзды шаң мен уландырғыш заттар ұшып ауаға тарайды. Бұл жергілікті халықтың денсаулығына қатер тудырды. Көлемі жағынан әлемде 4-ші көл болып саналатын Арал теңізінің айналасындағы флора мен фауна қорының жартысынан көбі жоғалып кетті. Құлан жортқан құла түз туралы айтар болсақ, олар бұл маңнан мүлдем жойылып кеткен болатын. Қазіргі заман экологиялық тауқыметтерді адам қолымен жасап, бүкіл тіршілікке қауіп төндіруде. Сонда біз кейінгі ұрпаққа не қалдырмақпыз? Мұдария мен Сырдарияның суын шектен тыс пайдаланудың салдарынан айдыны мөлдіреген Арал теңізі сыр беріп, сарқыла түсті. 1960 жыл. Арал айдынының беткі аумағы 70 мың шаршы шақырым, тереңдігі 68 метр. 1970 жыл. 57 мың шаршы шақырым, тереңдігі 55 метр. 1980 жыл. 43 мың шаршы шақырым, тереңдігі 42 метр. 1990 жыл. 36,5 мың шаршы шақырым, тереңдігі 30 метр. 2004 жыл. 17 мың шаршы шақырым, тереңдігі 22 метр. Назарларыңа арал тағдыры күйін ұсынамыз, мұқият тыңдаңдар.
Шевченко 1814 жылы туылып, 1861 жылы дүниеден өткен. Тарихи мәліметтерге қарағанда, ол 1848 жылы Бутаковтың басшылығымен Арал теңізін зерттеу экспедициясына қатысып, 350-ден астам пейзаж портрет салды. Назарларыңа Украинаның әйгілі ақыны әрі суретшісі Тарас Шевченконың тұңғыш рет Арал туралы салған пейзажын ұсынамыз. Балалар, Сейдолла Бәйтереков ағамыздың Аралдан ұшқан аққулар атты әнін бірге қосылып орындайық. жалған қайтып келмейді-ай, өгіз бір аттай желмейді-ай, тарылып мына қу тыныс байлады тілмен көмейді-ай, науқасым жаман қырағым демегін мені өлмейді-ай, баяғыдай дәрмен жоқ сөйлеуге шамам келмейді-ай, баласы түзу ата-ана жаман болсын демейді-ай, бірлігің болсын қарағым, бірліксіз тірлік өнбейді-ай, айналдырған ауру өлімге мені меңзейді-ай, ажал жетсе не шара, аман қыл сені сендерді-ай. Балалар,
Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, бүгінгі тақырыпты жазып, кітабымыздың 98-ші бетіндегі терме сөзінің анықтамасын дәптерімізге жазамыз. Яғни, терме қазақ халық поэзиясында қалыптасқан лирикалық шығарма. Терме өнегелі, тәрбиелік мәні бар нақыл сөздерден құралады. Тапсырманы орындап, кері байланыс жасаңдар. Бүгінгі өткен сабағымыз бойынша рефлексия жасаңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.